Бейнебақылау камерасы арқылы тіркелген қылмыс саны қанша? Жедел профилактикалық іс-шарасы қалай өтті? Қанша автокөлік айыппұл төлемеді? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Бейнебақылау камерасы арқылы 24 мыңға жуық құқық бұзушылық анықталды. Бүгінде Атырау қаласының аумағында 3506 бейнебақылау камерасы орнатылған. Осы жүйенің көмегімен қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау және ашу арқылы қоғамдық тәртіпті қорғау жүзеге асырылады. Мәселен, 2024 жылдың 11 айы бойынша бейнебақылау жүйесін тиімді пайдалана отырып, 312 қылмыс және 23978 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Қылмыстардың ішінде ұрлық, ұсақ ұрлық, бұзақылық сияқты қылмыстар бар. Интерцептор жүйесі арқылы 2024 жылдың 11 айында мемлекет алдында әкімшілік айыппұлдары өтелмеген 3876 борышкерлер, арнайы тұраққа қойылған 1333 автокөліктер анықталса, сергек қорғау жүйесі арқылы 28945 көрсеткіштер анықталған. Оның ішінде айыппұл бойынша нұсқама бергендердің 19477 дерегі, ал айып тұрағына қойылғандардың 470 дерегі белгілі болды. Іс-шара кезінде барлығы 2000-нан аста құқық бұзушылық тіркелді. Республикалық құқықтық тәртіп іс-шарасы жол қозғалысы ережелерін сақтау мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыстардың жолын кесуге бағытталған. Шара барысында барлығы 2234 дерек тіркелді. Атап өтетін болсақ, 84 отбасы тұрмыстық қатынастар аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер, 16 Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнімін өткізу жөніндегі талаптарын бұзу, 47 ұсақ бұзақылық, 188 жаяу жүргіншілердің және жол жүрісіне өзге де қатысушылардың жол жүрісі қағидаларын бұзу, 278 ортақ пайдаланылатын орындарды ластау, 80 тыныштықты бұзу, 110 алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарда масаң күйде келу, 128 кәмелетке толмағандардың заңды өкілдердің еріп жүруінсіз түнгі уақытта тұрғын жайдан тыс жерде болу, 28 Қазақстан Республикасында тіркеусіз не жеке басты куәландыратын құжаттарсыз тұру және жаяу жүргіншілердің немесе жол жүрісінің өзге де қатысушылардың жүруіне басымдық бермеудің 149 дерегі анықталды. 400 мың теңгеден астам айыппұлы бар автокөлік айып тұрағына жеткізілді. Жедел басқару орталығы адамдар көп жиналатын орындарды бақылауға, жаяу полицияның және автопатрульдерінің іс-қимылын үйлестіруге мүмкіндік береді. Бейнекамералардың құқық бұзушылықтың алдын алуда маңыздылығы орасан зор. Облыс аумағында өткізілген республикалық іс-шара кезінде Атырау қаласы жедел орталығының қызметкерлері интерцептор іздеу жүйесі және сергек бейнекамерасы арқылы төленбеген 19 айыппұлы бар Toyota Camry автокөлігін анықтап, патрульдік полиция қызметкерлеріне бағыттама берген. Аталған автокөлікті тексеру кезінде көлік иесінің 404 мың теңге көлеміндегі 19 айыппұлды төлемегені анықталды. Жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылып, көлік айып тұрағына қойылды.